Сәлем оқырман. Көптен күткен сәті де келді. Біздің Нұрдәулет Айда қызымызға үйленуге ұсыныс жасады. Құттықтаймыз. Және де тағы бір жаңалық Шерхан жобадан кеткен болатын. Нұрдәулет ұсынысын сол сәтті күткен мыңдаған көрермен, жалғыз жастардың емес, біздің де көрермендердің қуанышы. Кішігірім пранкпен басталды. Нұрдәулет ауырып, Айда екеуі сұранып кетіп бара жатқан болатын. Оғанға дейін ішті ұсынысқа дайындап қойған болатын. Нұрдәулет ортаға шығып, жаным, мен ешқандай да ауырып тұрған жоқпын. Аллаға шүкір, Алла ауыртпасын. Енді бүгін бізге таныс болып жүргенімізге 7 ай болған екен. Мен сені сүйем. Болашақ жарым ретінде көрем, маған тұрмысқа шығасың ба деп Нұрдәулет өз ұсынысын білдірді. Бәрі қуанып қол соғып жатса, Айда үнсіз қалып, ешқандай көңіл күйі жоқ кейпін танытып, жоқ деген жауапты ұқпайсың. Иә деп күліп жіберді. Әдеттегідей ұсыныс вальсін биледі. Айдаға сездің бе деген сұрақтарын қойғанда Альмира ханым. Айда тұрды да, сездім деді. Ханзадалық басталғаннан бері ойлап жүрген едім, қай уақытта ұсыныс болады деп. Негізі қорықтым бір жағынан, себебі кеше ұрысып қалған болатынбыз. Мен Альмира ханымға звондап, ара қатынасты тоқтататын сияқтымыз. Бүгін ортаға шығып таға ұрысып қаламыз ба деп. Және де ұсынысқа әзілдеп жоқ деген жауабында түсіндірді. 7 ай бұрын таныстық басталған кезде, менен таныстық басталама деп сұрағанда, дәл солай жоқ танысамын деп әзілдеген болатынмын. Нұрдәулетке үйленуге сөз салам деген тұжырымға қалай келдің деген сұраққа осылай жауап берді. Негізі ол ата-аналарымен танысқан кезден, оның бәрі бекер деп таныспады. Сол кезден бастап сол шешімге келдім. Одан кейін біздің арамызда неше түрлі әңгімелер, неше түрлі мәселелер болды. Ұрыста онымен қатар айырылысып кеткен едік. Бірақ сол кезден кейін бір-бірімізді бірге болмауымызды елестетпедік. Екеуміз екі жақта қиналдық. Бірақ сонда да сөйлесуді тоқтатпадық. 10-15 сағат сөйлесетінбіз. Бұл махаббат деді. Әрдайым көмек керек болса қасымнан табылады. Өзімнің жарым ретінде елестетемін, шынымен де деп жауап қатты. Бір-бірін тапқан жандар алыста болса да сол сезімді бірге алып, үлкен жетістікке жеткелі жатыр. Қаншама халық күткен жаңалық, артық айтпаймын. Кеше ғана Ханзада сайысының қорытындысы шығып, Нұрдәулет жеңісті де алған болатын. Қайта келіп, алдыңғы маусымда жасамағанды жасап жеңісті алды. Айданың қолдауымен сона Бішкектен келіп барынша көмек бергені көрінді. Екеуінің бірге жасаған жемісі. Ендігі ара қатынасы жақсы болады деген ойдамыз. Енді тойға дайындықта алыс емес секілді. Көреміз алда не болатынын. Ал енді әдеттегідей көрермен пікірі. Әр мықты жігіттің артында мықты әйел тұрады демей ме? Айда келіп Нұрдәулетті биікке көтергендей. Ой, бұл осы адамдар қызық, Нұрдәулет ханзадалыққа ғана келді деп келсе не бопты? Шерхан да ботамен сыртқа шығып ханзадалық боларда келді ғой. Әлі жырлап жатсындар ма қырғыздар арқылы? Алса не бопты? Болашақ қайын жұрты қолдап демеді онда. Тұрған не бар, бақытты болсын, артық сөз жазбаңыздар, той болсын. Шерхан мен ботамен салыстыра бермесеңдер халқым. Әркемде әр түрлі ой махаббаты, өмір жолы, бұларда мысалы взаимность көрінеді. Ақбота мен Шерхан вообще көрінбейді ғой, біреу артынан жүгіріп жүреді, біреу менсінбей қақиып жүреді. Нұрдәулет жарайсын. Бақытты болыңдар. Жұптарын жазылмасын. Көре алмайтын жандар өздерінде жақсы жағынан көрсеті біліңдер, дейді көрермендеріміз. Бақытты болсын жастар, қуаныштымыз екі жас үшін. Нұрдәулет жарайсын.